бәсекелестер сатып жатқан тауарлардың тізімін қалай көруге болады? Intel Price оның үш тәсілі бар. Ең бірінші тәсілі price list парағында price деген жолақта SE деген батырма бар. S деген cheap prices деген сөз, E деген expensive prices деген сөз. Бұл нені? Cheap prices'ді бассаңыз, мына минималды бағада тұрған тауарлардың тізімі шығады. Содан кейін барлығына парсинг көшірілгені көрінеді. Expensive prices'ді бассаңыз, ондай тауарлар жоқ екен. Яғни бізде қымбат тауарлар жоқ. Яғни максималды бағада тұрған тауарлар жоқ. Cheap prices бассақ, минималды бағада тұрған тауарлар бар. Бұны не көреміз? Мысалы 2598 теңге дейтін бағасы Каспиді ашып көреміз. Каспиді ашып көрген кезде біздің дүкен бірінші парақта жоқ, екінші парақта ғана тұр 2598, ал оны бәсекелестер 2219 теңгеге сатып жатыр. Егер мына тауардың бағасын түсіретін мүмкіндік болса, онда мына минималды деген жолаққа осы минималды бағасын тауардың жазамыз. Содан кейін парсингті мына жерде ары қарай көрейік, міне тағы қандай тауарлар бар екен. Мысалы мынандай орамал, міне ипа 100 теңге біздің баға, ал конкуренттің бағасы 4100 теңге. Арасында 1 теңге ғана өзгешелік болып тұр мына жерде. 1 теңгені біз мысалы ауыстыратын болсақ, онда мына жерге мынаны мысалы 3995 теңге деп мысалы жаңа бағасын жазып қоюға болады. Содан кейін парсингті қосамыз. Сонда осы тауар қайтадан жарысқа түседі. Мен қазір өзгертпеймін, сабақ ретінде көрсетіп жатырмын. Осы тауар жарысқа түседі, қайтадан бірінші қатарға шығады. Қазір міне бұл жарыстан өшіп тұр. Парсинг деген сол жарыс қой. Бұны компьютер өзі жасай алмайды. Компьютер тек қана осындай тауарлардың тізімін ғана көрсетеді. Өйткені компьютер білмейді ғой, мысалы минималды бағасы қанша екен, максималды қанша екен. Сондықтан бұны сатушы өзі кіріп қою керек. Өстіп тауарларға қарап отыру керек, күніне бір уақыт беріп, мына жерде ыңғайлы сондай тауарлардың тізімін өзі реттеп шығарып береді. Келесі price parsing деген мәзірде бассаңыз, бұл жерде тұр міне. Конкуренттер, бәсекелестер арзан сатып жатқан тауарлардың тізімі. Осы жерге де мысалы басып көріп өзгертуге болады. Тауарды ашылады, осы жерден өзгертесіз де мына жерде көрінеді, жарыстан алынып тұр. Бұл жерден де реттеуге болады. Келесі мынандай міне бүйтіп басып, ипа жаһан дейді, біздің негізгі конкурент екен. Қызылмен бүкіл ипа жаһанның тауарлары шықты мына жерде. Қызылмен белгіленіп тұрған тауарлар бізде арзан сатылып жатыр деген сөз. Сол тауарларды мына жерден ашамыз да болады. Ал қызылы жоқ тауарлар ол бізден қымбат сатып жатқан тауарлардың тізімі. Осымен сабақ аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.